Сәлем достар, бүгін оладьи жасайтын боламыз. Қазақша айтқанда құймақ сүтпен жасалынатын. Оладьйіміздің құрамдарына осындай заттар кіреді: 2 жұмыртқа, сүт, ұн, сұйық май, разрыхлитель, ванилин, тұз. Бірінші 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оған 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Әбден араластырамыз. Сосын 1 шай қасықтай тұзымызды саламыз. Әбден араластырамыз. 2 стақан сүтімізді құямыз. Сосын оған ванилинімізді саламыз. Бәрін араластырамыз. Бәрін бірге араластырамыз. Електен өткізіп, аз-аздан ұнымызды саламыз. Әбден араластырып тұрамыз. Енді осы массамызға 1 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, әбден араластырамыз. Егер сұйық болып жатса, аздап ұн қосамыз. Енді табамызға азғантай ғана майымызды құйып, қимағымызды салып, орташа отта пісіретін боламыз. Міне осылай оладьйіміздің 2 жағын аударып пісіріп алатын боламыз. 2 шанышқының көмегімен аударып тұрамыз. Міне оладьйіміз да дайын болып қалды. Маған қолдау білдіріп, подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар. Достар, келесі видеомды бірінші көрулеріңіз үшін сақтап қойыңыздар.